Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзім тапсырысқа жасап жүрген, бір жасағаннан керемет болып шығатын восточный пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттердің барлығын төменге описанияға жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Ұнымыздың үстіне қантымызды саламыз. Қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып аламыз. Және де үстіне сары майымызды саламыз. Бөлме температурасындағы сары май. Және осыны қолымыздың көмегімен кружка жасаймыз, яғни араластырып біріктіріп аламыз. Осылай ұнтақ жасап алдық. Енді осының үстіне бір жұмыртқамызды жарамыз. Және араластырамыз. Біріктіріп қамыр елдеп шығамыз. Бізде бұл песочный тесто дейміз, яғни үгілмелі қамыр болып шығады. Бізде осындай қамыр пайда болады нәтижесінде. Енді осыны салафанымызға салып бөлігімізді турап аламыз. Сақтаймыз. Осындай көлемде турап аламыз. Кез келген өзіңіз ұнататын дәндермен, сухофруктылармен жасасаңыз болады. Бұл жерде өрікті, мейіз және де жаңғақты қолданамын. Грек жаңғағын. Егер сіз басқа ұнататын осындай сухофруктыларыңыз болса, қара өрікті мысалға қолдануыңызға болады. Немесе мысалға грек жаңғағының орнына миндаль, кешью деген секілді әртүрлі өзіңіз ұнататын сухофруктыны қолдансаңыз болады. Мейізімізді де осылай ортасынан бір бөліп аламыз. Менде үлкен мейіздер. Егер сізде бұндай қара мейіз кішкентай болатын болса, көлемі онда бөлмей қойсаңыз да болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай. Менде үлкен мейіз болғандықтан ортасынан бір бөліп жатырмын. Қара мейіздің орнына сары мейізді, өзіңіз ұнататын қолыңызда бар сухофруктыны қолдансаңыз болады. Өте дәмді пирог болып шығады. Және де витаминге бай десек те болады. Өйткені бұл сухофрукт, грек жаңғағы деген секілді барлығы пайдалы, дәруменге бай ингредиенттер, жеміс дәруменге өте бай. Енді грек жаңғағында дәл осылай турап аламыз. Өте жеңіл жасалынатын оңай пирог. Пайдалы, витаминге бай. Қатты сақтаудың қажеті жоқ. Ортасынан бір бөліп, тағы бір бөлсеңіздер жеткілікті.
тура болды. Тісімізді қайта саламыз. Салмасын дайындағанша тынып тұрған қамырымызды алып, осылай үстелімізге оқтауымызбен жайып аламыз. Егер де бұлай сізге жаю ыңғайсыз болса, бірден формаға салып жайғастырсаңыз болады. Мен формаға осылай пергамент қағазын өлшеп салып алдым, және де қамырды осы формаға толықтай жақсылап біркелкі етіп орналастырып шықтым. Жетпеген жерлеріне осылай әрбір жерінен алып жабыстырсаңыздар болады. Осылай қамырды жаймай-ақ бірден формаға салып, қолыңыздың көмегімен де формаға орналастырсаңыз болады. Толықтай осылай бірдейлестіріп жайып шығамыз. Енді үстіне салмасын саламыз. Яғни бірінші турап алған өрігімізді саламыз, мейізімізді саламыз, және де соңында грек жаңғағын салып шығамыз. Барлық жақтарына біркелкі болып салынатындай осылай қолымызбен жайғастырып жібереміз. Үстіне қоюлатылған сүтті құямыз, яғни сгущенка. Бірақ мен сіздерге кеңес беремін сапалы қоюлатылған сүтті қолдануға. Мен көбіне деп немесе Три желания фирмасының осындай қоюлатылған сүттерін қолданамын. Өте дәмді болып шығады және сұйық болып қалмайды, сондықтан да сапалысынан пайдалануға кеңес беремін. Барлығын біркелкі етіп, барлық жеріне жететіндей етіп құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минут пісіреміз. Пісіп шыққан пирогымызды тек суығаннан кейін ғана формадан босатамыз. Өте дәмді, жасалу жолы да оңай пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қош сау болыңыз.